Мақатаев. Шын аты Мұхамбетқали. Қазақтың лирик мұзбалақ ақыны. Өз заманда лайық бағасын ала алмаса да өзінен кейінгілер үшін мәртебесі биік ақиық ақын. Шығармалары қырғыз, өзбек тағы да басқа тілдерге аударылған. Мұқағали Мақатаев адамзат ғұмыры мен әлем сырын жыр еткен лирикасы қазақ әдебиетіне мәңгілік мұра болып енді. Ол поэзия жанрында ғана емес, проза, драма, сын саласында да белсене қалам тартты. Қазіргі уақытта Мұқағалидың өлеңдері жыр әлемді шарлап жүр. Жыр кітабы Нью-Йорк баспасынан шықса, бір топ шығармалары түрік елінде аударылды. Қытай бұл іске бұрынырақ қатысты. Естуімізше француздар да қызығушылық танытқанға ұқсайды. Ақынның өзі, егер сіздер шынымен де менің өмір баянымды, шығармашылығымды зерттемек болсаңдар, онда мен не жазамын, соның бәрін түгел оқып шығуды ұмытпағайсыздар деген екен. Ақынның шығармаларына тоқталсақ. Ей бауырым, неге сонша мұңайдың? Мен мұңайсам, сенен бетер жылаймын. Көп ойланып, аз күрсінген халқыма, қараймын да қайраттанып шыдаймын деп жырлаған өлеңдерінде өзінің халқына, отанына деген сүйіспеншілігінің анық суреттелгенін көруге болады. Туған жеріне, өз отанына арналған өлеңдерін жатқа айтқан кезінде бойымды патриоттық сезім билеп алғандай болады. Міне, ақынның құдіреттілігі осындай ма деп ойлаймын. Мұқағали атамыздың әсерлі жырлары әр қазақтың жүрегін жаулап алды. Оңай сөз ғой отанды сүйем деген. Өлеңінде отанға деген сезімді тек сөзбен емес, іспен дәлелдеу қажеттігі анық суреттелген. Оңай сөз ғой отанды сүйем деген. Іс тыңдайды, жанамын күйемменен. Өгей әке емес қой отан деген, отанды мен атамдай иемденем. Отан жайлы ойын үш бақытым өлеңінде де кеңінен тарта білді. Адамны басты бақытының бірі отан екендігін қайтара еске салды. Ақынның тұңғыш өлеңдері қырман басында қойшы бала Әкітай советтік шекара газетінде жарияланды. Інімнің ойы, шебер өлеңдері жастық жыры атты жинаққа 1951 жылы жарияланған болатын. Алғаш Мұқағали талантын бағалаған Тәжібаев өзіңнен де жігерлеу, оттылау жас жеткіншек жеткенде мақтан басқа бола ма деген еді. Мұқағалидың шеберлігі елегінен өткізе терең жеткізуінде болып табылады. Ақын өз шығармаларына қазақ тәрбиесін, салт дәстүрін анық суреттейді. Ол өз шығармаларына өзінің болашақ ұрпаққа деген мирас деп түсінген. Ақынның әрбір өлеңі, пьесасы, шығармалары жас ұрпаққа алар өнеге. Қорыта келе айтарым, ғасыр ақыны атанған Мұқағалидың барлық еңбегі тұтастай алғанда өткен ғасырдың асыл мұралар қатарына жатады. Ақынның әр өлеңінде, әр шумағында бүкпесіз ақ жарқын көңілмен сазды сыр төгіп отырғандай. Өлеңнің арқағынан да, тербелісінен де ақынның мәнерін, мінезін сезінуге болады. Ақынның заты өлгенмен аты өлмейді.